Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Тағы баклажкадан тағы әртүрлі зат істеуге болады. Мынау крышкасы ғой мына баклажканың. Былай аламыз да қыздырамыз астын. Сосын темір алып, темір болсын, зубочистка болсын, жаймен бүйтіп итересіңіз. Өмірде бәрі болады, мүмкін машина керек болады, май тамызып бірдеме болады. Сосын шетін былай кесе қоясыңыз. Шетін. Болды. Мынандай болып шығады. Ана, масленка дейді ғой, орысша. Қазақша білмеймін қалай айтатын. Кішкентай баклажка май құйып алып, жаймен құюға болады. Көрдіңіз бе? Керек затыңызға қолданыңыз, құрметті қазақ елі. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыз.